Ән-Ниса сүресі 24-34 аяттар. Сендерге күйеуі бар әйелдерге үйленуге тыйым салынады. Ал қол астыларындағы күндердің жөні бөлек. Сендерге берілген Алланың әмірі осы. Тыйым салынғандардан өзгелерін әуелілік уақытша құмарлықпен емес, некелеріңді қиып тұрақты әйел ретінде өз қаражаттарыңды жұмсап, үйленулеріңе рұқсат етіледі. Осындай шартпен пайдалансаңдар, екеуара келісілген сыйақысын, мәһәрін берулерің парыз. Сыйақы көлемі анықталған соң да өзара ықтиярларыңмен қосымша көмек берулеріңде ешқандай да күнә жоқ. Ақиқатында Алла толық білуші, хикмет иесі. Ал егерде иман келтірген басы азат әйелге үйленуге жағдайларың келмесе, бастар азат емес өз қарамағындағы мүмін қыздардан алыңдар. Имандылық деңгейлерің Аллаға толық мәлім. Бәрің де бір-біріңмен діндес бауырсыңдар. Сондықтан да олардың қожаларының рұқсатын алып, лайықты сыйақысын беріп, жеңіл жүріске түспеген, кездесіп жүрген ер адамы жоқ, арлы да инабатты қыздарға үйленіңдер. Егерде олар күйеуге шыққан соң күнә жасаса, олардың алатын жазасы азат әйелдің алатын жазасының жартысына тең болмақ. Тұрмыс жағдайының қиындығынан бойдақ қалып, зина жасап қоям ба деп сақтанғандар үшін бұл заң тиімді болады. Ал егерде төзімділік танысаңдар, өздерің үшін абзалырақ. Алла аса жарылқаушы, ерекше мейірім иесі. Алла білмегендеріңді түсіндіріп, өздеріңе дейінгілердің жүрген тура жолына сендерді салуды, сондай-ақ тәубелеріңді қабыл етуді қалайды. Алла толық білуші, даналық иесі. Алла тәубелеріңді қабыл етуді қалайды. Ал нәпсінің жетегіне ергендер сендердің тура жолдан тайғандарыңды қалайды. Алла сендерге міндеттелетін шариғат заңдарына жеңілдік жасағысы келеді. Өйткені адам баласы әлсіз жаратылған. Иман келтірген жандар, бір-біріңнің дүниелеріңді арамдықпен жеп кетпеңдер. Екі жақтың келісімімен болған сауда-саттықтың жөні бір басқа. Ашкөздіктің кесірінен өздеріңнің түптеріңе өздерің жетпеңдер. Алланың сендерге деген мейірімі мол. Кімде-кім тыйым салынғандарды зұлымдықпен әдейі жасаса, оны біз отқа өртейміз. Алла үшін бұл оңай. Өздеріңе тыйым салынған зор күнәлардан тыйыласыңдар. Біз сендердің ұсақ күнәларың мен жамандықтарыңды кешеміз де құрметті жайға жайғастырамыз. Алланың өзгелерге артығымен берген несібесіне көз салып көксемеңдер. Еркектердің үлесі өзінің тапқан ризығында, әйелдер де өзі тапқан ризығынан сыбаға алады. Алладан береке сұраңдар, ақиқатын білсеңдер, Алла барлық болмысты толық білуші. Адам баласының өзінен кейін қалатын дүние мүлкіне ие болатын мұрагерлерді де тағайындадық. Олар сендердің ата-аналарыңның мен жақын туыстарың және несібеге лайық адал достыққа серттескен жандар. Тегінде Алла барлық нәрсені бақылаушы. Ер адамдар әйелдерінің қамқоршысы. Мәртебесінің биік болатыны да сондықтан. Тапқан табысын әйелдеріне жұмсайтын болғандықтан Алла олардың бірін екіншісінен үстеметті. Салиқалы әйелдер күйеулеріне адал болады. Алланың әмірін орындап, абыройларын сақтайды. Ал бағынбаған әйелдеріңді насихатпен ескертіңдер. Көнбесе олармен төсекте бірге жатпаңдар. Тіпті болмаса ұрып алыңдар. Егерде бойынсынса қысым көрсетпеңдер. Шындығында Алла тым үстем.